Ренат мырза. Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар, амансыздар ма? Бізді сағындыңыз ба? Ой, сағынғанда қандай. Асықтым ғой келуге. Бізде сізді сағындық па, ыңыз қалай болып қалды? Папам жақсы. Жақсы, сонда да Алматыға алып келу керек болып тұр. Үлкен кісілер білесіз ғой, көп өздері бармайды. Ұйықта бұл. Өзіңіздің қамқорлығыңызға алып келіп болып отыр ма? Әкеліп, жаңағы емдетіп алғым келіп болып тұр. Алматыға келіп, алып аласы. Бұйырса жазылып кетсін, Ренат мырза, сіз адамның сыртқы келбетінен қай нәрсеге мән аударасыз бірінші кездесуде? Бірінші кездесуде ме? Адамның андай қызбен кездескенде бірінші көз жанарына қараймын. Көз жанары жақсы болса, значит, менің адам деген көзқарас болады ғой, сондайға мән беремін көбіне. Одан кейінші? Одан кейін өзінің түсінігі болады, әрбір қыздың, мысалы, болашаққа деген бір мақсаттары қойған нелер бәрін сұрақ қоясың ғой. Сол кезде уже айқындап аласың ғой. Сенің адамың ба, сенің адамың ба. Сандуғаш, қалайсыз? Сәлеметсіздер ме? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Сандуғаш, сіз бірінші кездесуде не нәрсеге мән аударасыз жігіттен? Маған қаншалықты көңіл, Жоқ, сыртқы келбетінен. адамға байланысты ма? Адамның киінгеніне шығар, тазалығына, сөйлеген сөздеріне, қылықтарына мән беремін. Қайсы Салтан? Салтанат, сіз бірінші кездесуде жігіттің сыртқы келбетінен не нәрсеге мән аударасыз? Бицепс? Тағы? Болды ма? Сол болса болды ма? Салтанат, сіздің туған күніңіз болды, Иә, суббота. Туған күніңіз құтты болсын, өткен. Бақытты болыңыз, бұйырса осы жобада сізді ұзатып, күлкімен жіберейік. Бақытты қылып. Рахмет үлкен. Қалай өткіздіңіз? Достарым келді құттықтап, негізі тойламайын етпейін деді, бірақ келеміз деді. Қарсы алдым, солай. Шерхан, қалайсыз? Өзіңіз қалайсыз? Бүкіл инста сіз жайлы шулап отыр. Не өсек, не жайлы айта беріңдер. Бір сұхбат бергеніңіз бар еді. Күшті. Көрдіңіз ба комментарийларды? Комментарийларды көрмедім, бірақ видеоны өзім көрдім, Ұнады ма? Өзіме ұнады. Шерхан, сіз бірінші кездесуде қыздың сыртқы келбетінен не нәрсеге мән аударасыз? Мен любой жігітте бар жарандай. Бір нәрсе ұнамай қалса ол тартылып қалады. Ол не нәрсе болуы мүмкін, ұнамай қалатын? Иіс болуы мүмкін. Өзіне қарамайтын қыздар ғой, короче. Сондайларды бірден байқап қойсақ, уже бірден тартылып қалатынымыз бар енді. Сізде сондай, Қалайсыз, Перизат? Саламат, жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Перизат, сіз бірінші кездесуде жалпы жігіттен сыртқы келбетінен не нәрсеге мән аударасыз? Бойына. Бойда? Иә. Сосын? Сосын характеріне уже. Бойынан бөлек бір түрінен, көзі, мұрны, ерні деген сияқты. Жоқ? Ондай қатты мән аудармайсыз, Главное, сізді бүйтіп алақанда ұстаса болды ма? Вот, заботиться етсе болды. Принцесса ұқсайды. Қалайсыз, Нұрсұлтан? Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, амансыздар ма? Жақсы. Нұрсұлтан, сіз қыздардан несіне қарайсыз сыртқы келбетінен? Сырт келбетінен, Иә. Сырт келбетінен түрі. Түрінің енді определенный Көздері әдемі болса. көздері, Одан бөлек? Сәл мәнді кішкентай майлар болса. Ол неге? Ау? Неге? Ұнайды өзіме. Бүйтіп мұжып отыратындай ма? Идеально подхожу. Айжан, қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Айжан, сіз сыртқы келбеттен жігіттің қай жеріне мән аударасыз? Андай қасы. Қасы? Иә, шашы қара болу керек. И андай брюнет болу керек ол адам. И бойы ұзын болу керек. Енді бойы қатты маңызды емес енді. Бірақ нормально и мужественный, и денелі болғанды қалаймын. Спортпен обязательно айналысу керек. Сондай. Ал ең маңызды мысалы бір көрген кезде бірден көзіне мән берем деген сияқты болады ғой? Иә, көз өте алдамайды ғой. Көзі обязательно. И түріне қарағанда лучше жүрегі таза болу керек деп ойлаймын. Абылайхан, қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңізде.
Жақсы, Абылайхан, сіз қыздың бет әлпетінен не нәрсеге мән аударасыз? Бетінің кожасына. Қожасына? Бетінің кожасы таза болғанын қалаймын. Сол сізге ең маңыздысы? Ең маңызды емес, бірақ енді бірінші көріңіз. Өйткені бізде өзімізде де үйде барлығымыздың беті таза, кейін де балаларымыздың беті таза болғанын қалаймын, қыздарымыздың. Сондықтан қыздар да өздеріңізге жақсы қарап жүріңіздер. Тимур, қалыңыз қалай? Саламатсыздар ма? Өте керемет, күшті барлығы. Тимур, сіз қыздардың бет әлпетінен не нәрсеге мән аударасыз? Именно бет әлпетіне емес, полный мән аударасың. Өзіне қараған, еткен, көрініп тұрады ғой адамның өзі. Ең бірінші маған осы бір көздері маңызды. Ерні мен көзі, Ерні? Ерні и көздері қатты ұнаса, соған көбіне мән беремін көбіне соған. Ал ерін жасатқан болса? Маған маңызды. Маңызды емес. Шолпан ханым, қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір, өзіңіз қалайсыздар? Жақсы. Шолпан ханым, сіз бірінші кездесуде жалпы жігіттің қай жеріне мән аударасыз бет әлпетінен? Бет әлпетінде тісіне. Тісіне? Иә. Неге ондай? Себебі тісі деген ол енді адамның тамақтанатын жері болғандықтан, егер тісіне жақсы уқат жасаған болса, ол дегеніміз біріншіден тазалықтың белгісі. Егер ол тістері түзу, барлығы не дейді, ауру тістері жоқ болса, демек адам өзіне өзі көңіл бөледі, оған ақшасы да бар деген сияқты. Сондықтан да соған қараймын. Сосын беттің кожасына қалай тамақтанады, өйткені тамақтанғанымыз бетімізге шығады біздің. Соған сосын тырнақтарға. Ал сіз өзіңіз сол нәрселерге өзіңізге қатты қарайсыз ба? Бетке болсын. Енді мен қазір кожама ем жасап жүрмін, бірақ сонда да менің шамалы кожам дұрыс болмайды. Себебі мен тамақтың әзір дұрыс тамақтана алмай жатырмын. Мына жақта үйде тамақ пісіресіз. Нұрдәулет? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, демалысыңыз қалай өтті? Күшті өтті демалыс. Бинурмен кездестіңіз ба? Иә, кездестік. Қыз ренжулі жүрген жоқ па? Қыз ренжулі болды. Енді ренішім бастық деп ойлаймын. Кеше сөйлестік, келістік. Түсіндірдім барлық мән жайын бәрін. Қазір бәрі жақсы. Қазір бәрі жақсы. Нұрдәулет, сіз бірінші кездесуде жалпы қызбен танысқанда ең бірінші не нәрсеге мән аударасыз? Мән аударасыз? Именно бет әлпетінен. Бет әлпетінен. Негізі цветінен десеге. Енді аудара бересің ғой, шашы мен көзі. Шашы мен көзі, е? Неге шаш? Маған шаш ұзыңыздан. Андай бір жігіттер болады ғой, шашты ұстай беретін, сондай іспасыз? Негізі ұстай бермеймін, бірақ та шашқа қызған. Шаш ұзыңыздар. Гаухар ханым, қалыңыз қалай? Жақсы. Гаухар ханым, сіз бірінші кездесуде жалпы адамның қай жеріне мән аударасыз бет әлпетінен? Сырт келбетіне ма? Бойына, сосын шашына, тырнақтарына. Осылар ең маңызды. Арке, қалыңыз қалай? Сіз бүгін көңіл күйсіз жүрген сияқтысыз. Кішкене, иә. Неге? Сұраманы жылайды. Неге? Білмеймін, сондай бар. Кімге байланысты сол? Бәріне. Нұржан ба? Нұржанмен сөйлесіп көрдіңіздер ма? Демалыс күндері. Сөйлестік. Оның алды. Кеше емес, оның алды күні. Сөйлестік. Енді? Сол бір шешімге келдік. Сосын эфирде айтамыз. Қазір неге жылағыңыз келді? Жыламаймын, бір күнге жыламадым. Жоқ, жыламаймын реально. Сондайын мен білмеймін, эмоциям шыға салады. Так бәрі жақсы. Сайдана? Жақсы, сіз келдіңізде, жарқ етіп келдіңіз, сразу жоқ болып кеттіңіз. Қатты ауыр қалдым. Қатты ауырасыз, бірақ демалыс күндері тойларыңызға шығасыз, е? Ол енді амал жоқ бізде. Айдана, сіз бірінші кездесуде, жалпы бірінші рет танысқан кезде жігітпен не нәрсеге мән аударасыз? Не нәрсеге, кешікпеуіне, бірінші кездесуде. Актуальный нәрсе ма? Жалпы енді Сырт келбетінен. сөзіне, я енді бір қарағанда түріне, бірақ андай адам қылығымен сүйкімді деп ойлаймын да, негізі. Мінезімен, харизмасымен. Андай жоқ па, бір көзіне қарай, мұрны қисық болса.
жоқ негізі шынымен де андай адам сөзімен сондай мен сүйкімді болатын сияқты. ғалымжан, қалыңыз қалай? ассалаумағалейкум, жақсы бәрі. Не істеп жүрсіз? Сол кішкене біртүрлі болып жүрмін. Неге? Тұмау ғой, екі мұрын бітеліп қалған ғой. Бізде бәрі ауырып отыр қазір, Иә, сол біреу жұқтырды неге. ғалымжан, сіз бірінші кездесуде жалпы қызбен танысарда қыздың бет әлпетінен не нәрсеге мән аударасыз? Түсінбедім, түріне несіне қараймын ба? Иә. Көзіне қараймын. Көзіне? Сосын? Сөйтіп қасына қарайды дегенсің, кірпігіне қараймын. Сөйтіп айта берейін ба? Иә, енді қалай бар солай айтыңыз? Иә, сол көзіне қараймын бірінші. Көзі қандай болу керек? Жасыл. Жасыл? Сондай ұнайды маған. Сондай қыз кездестіріп пе едіңіз негізі? Мен бұрынғы қызым отношениесі сондай қыз болған кезде. Онда біз жасыл көзді үміткер күтеміз, а? Жоқ, не обязательно жасыл көз. Любойын күтемін ғой мен. Нұржан, қалайсыз? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, сіздің көңіл күйіңіз жақсы сияқты. Өте керемет, бүгін аптаның бірінші күні, жақсы басталды мен үшін. Нұржан, сіз бірінші кездесуде жалпы қызбен танысарда бірінші не нәрсеге мән аударасыз? Бет әлпетінен. Бірінші бет әлпетінен мен бірінші көзіне қараймын. Қыздың көзі әдемі болатын болса, мен үшін ол жақсы. Әдемі көз деген сіз үшін қандай? Әдемі көз деген мен үшін бір мөлдір көздер болады ғой. Көк емес, басқа емес көздер болады. Қап қара көздер ма болады ғой. Айта алмаймын, бірақ мен көрген кезде чувствовать етемін көзді. Қарап. Көзден бөлек? Көзден бөлек сол енді бет әлпет, түр әлпет қой. Негізі түрге қарамаймыз деген өтірік әңгіме. Одан кейін барып мінезіне қарай кетеміз ғой. Мінезі қалай, үлкенді жігітті қалай сыйлайды. Фигурасына қарайсыз ба? Фигурасына сәл қарап қоямын. Мінезден кейін қараймын бірақ фигура. Қалайсыз? Жақсы, Жанбек, сіз бірінші кездесуде қыздың бет әлпетінен не нәрсеге мән аударасыз? Мен тырнақтарына қараймын. Тырнақтарына? Тырнағына қараймын. Өзіңіздің тырнағыңызды көрсетіңізші. Сәл-пәл андай неухоженный ғой. Онда қалай қарайсыз? Сол ғой, жаман қасиетім сол болып тұрмын. Тырнағына қараймын, қатты ұзын болса кішкене етпеймін. Ал фигурасына қарайсыз ба? Болады ондай енді тұрады. Болады ма? 30-ға келіп қол шығарып демеңіздер енді, бірақ сондай болады енді арасында. Ер азамат болғаннан сондай қарайтын шығар. Бірақ ең басты адамгершілігі, несі ғой, шынайылығы сондай. Мысалы, түрі әдемі, денесі әдемі, бәрі күшті да, бірақ мінезі сәл қырсықтау. Егер сәл болса нормально, егер сәл емес болса онда қиын болады. Сәл болса болады. Шыдауға болады, иә? Шыдайсың ғой.